Мен 200'лі болып өмір сүргім келмейді. Неге өтірік ақпарат беріп тоқтаттым деп. Тоқтатқан жоқ. Немін деп кеудесін көтереді де қаны. Жұртқа керегін білетіндер көп, істейтіндер аз. Біздің ұлттық қорымызда ақша бар. Біздің ұлан байтақ жеріміз бар. Асты да, үсті де бай. Біздің осылай кедей болып, біздің шикізатқа байланып қалған ел болғанымыз оларға әлдеқайда тиімді. Армысыз ағайын. Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек дегендей, бүгінгі менің айтатын әңгімем бұрынғы әңгімеге қарағанда өзгерек болып тұр. Мен саясатқа барайын, сол үшін партия құрайын деп шешіп отырмын. Бұл шешімге мен неге келдім? Мен 200'лі болып өмір сүргім келмейді. Неге өтірік ақпарат беріп тоқтаттым деп. Тоқтатқан жоқ. Интернет, инстаграммен үйдің жағдайын көріп жатсыздар ғой бәрі. Бізге шаны ашитын дөкейлер қаны жоғарыда отырғандар. Немін деп кеудесін көтереді де қаны. 5 жыл бойы мен әлеуметтік желіде де, YouTube'да да, сабақтарда да қалғанша жарты жанқан мен сенікі пайдалан шаруаңа жара салаш деген әңгімені, тірі болсам қазаққа қызмет етпей кетпеймін деген Әлиханның сөзін оқығандар қазіргі заман жан тыныштығын іздейтін қызық қуатын заман емес, қазіргі заман қызмет қылатын, еңбек сіңіретін уақыт. Біз халық үшін емес, халық біз үшін. Олай болғанда мойнымызда халықтың ауыр жүгі, зор борышы деген Жүсіпбек Аймауытовтың сөзін. Мінеки қазақ солай бүтіп жатыр, күнбе-күн артқа қарай кетіп жатыр. Түсінбей өз өлгенін өзінікін атөшкір оқығандар нетіп жатыр деген Мағжанның сөзін. Өзің үшін ғана жұмыс істесең, өзі үшін оттаған хайуан болғаның деп айтқан Абайдың сөзін айтумен келдім. Бірақ өзім жартып іштеге бітіре қойған жоқпын. Өмір деген өтіп бара жатыр. Және де бұл шешімді мен қабылдауыма мына келіп жеткен кризис себепкер болды. WTI үлгісіндегі мұнайдың мамыр айлық фьючерсінің бағасы 0-ден төмен түсіп, минус $40 құнсызданды. Валютаның құлдырауы басқа да экономикалық көрсеткіштердің төмендеуіне әкеп соғатындықтан, елдің экономикасына да қауіп төніп тұр. Өйткені экономикадан хабары бар адам болғаннан кейін, бізді алдымызда өте қиын заман тосып тұрған мен есептеп біліп отырмын. Әлемдік экономика рецессияға кетті. Мұнайдың заманы өтті. Бюджетімізде үлкен тесік пайда болды. Енді ол тесікті экономикамызды диверсификация жасап, өндіріс орындарын дамытып, ауыл шаруашылығын көтеріп, сыртқа шикізат емес, дайын өнім сатқан кезде ғана толтыра аламыз. Осының бәрін біреу істеу керек қой. Маған партия не керек? Маған партия депутаттыққа бару үшін керек. Жақында қайтадан сайлау болатын бәріміз біліп отырмыз. Осыған қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы жағдайларды жасап та жатыр. Мен басқа бір партияның атынан депутат болып барғым келмейді. Өйткені оның атынан барғаннан кейін, оның айтқанымен жүріп, айдағанына көнуім керек. Ал мен өйтіп істей алмаймын. Сондықтан өзім партия құрайын деп шештім. Осы жайлы біраз достарымен, саясаттан хабары бар адамдармен ақылдасып көріп едім. Маған Ахметбек, немене сен өле алмай жүрмісің? Қазір жағдайың жақсы, бір жеріңді қысып тыныш неге жүрмейсің? Сен алатты асфальтқа закат ете салат дейді. Соңын біраз ойландым. Бірақ тағы да бір ойға келдім. Не үшін мен асфальтқа закат етеді? Мен көтеріліс жасайық, қиратайық, бірдеңені бүлдірейік деп жатқан жоқпын ғой. Мен бар біліміммен барып экономикаға араласып, парламентке барып, билікте отырған министрлерден сұрау жасап, халықтың сөзін сөйлейін деп барып отырмын. Ол жерде менен тәжірибесі әлдеқайда аз, әншілерде, басқаларда отыр ғой. Мен өзімнің күшімді білемін. Мен сонау 91 жылдан бері, міне 30 жылдай кәсіпте келе жатырмын. Банкрот болып құлап жатқан үржарет комбинатын аяғынан қойдым, әлі жұмыс істеп тұр. 0-ден бастап Семейде тон цехын жасап шығардым. Сонан кейін Павлодарға барып 4 жыл тоқтап тұрған жиһаз фабрикасын әлемдік деңгейге көтере білдім. Қазір де біраз кәсіптермен айналысып жатырмын. Және де 5 жыл болды көптеген қазақтың жастарын кәсіпкерлікке дайындап жатырмын. Мыңдаған адамның алғысын алдым. Өзімнің ең сүйікті нәрсем кітап оқу, соның ішіндегі
ең қызығып оқитыным, біреу психология, тарих болса, екіншісі экономика. Жас кезімнен осы экономика маған жақын, қызықтырады. Біраз білімім бар, тәжірибем бар. Енді неге халыққа қызмет етпеске? Шәкәрімнің сөзінде үнемі мен жатқа айтып жүремін. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл. Талаптан да біліммен өнер үйрен. Білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанға салынба, мәнсәптің тағышын. Нәпсіңе билетпе, басыңның бағышын. Өміріңді сарып қыл өлгеніңше. Жоба тап, жол көрсет, келешек бағышын. Қайтадан қайырылып қауымға келмейсің. Барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің. Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осынық, мәңгілік өлмейсің деп өсиет айтып кеткен Шәкәрім атамыз. Осыны мен өзім айтып жүрмін, енді неге істемей жүрмін деген ой келді маған. Мағжан үнемі маған қарап айтып тұрған сияқты. Аты өшкір оқығандар не етіп жатыр деп. Өзімді аты өшкір бір жүрген сасық қоңыз ретінде санап жүрдім. Енді Ахмет Байтұрсын атамыз осыдан 100 жыл бұрын не деп кеткен? Осы күні қазаққа керек нәрсенің көбі, әркімге ақ мағлұм. Қазаққа не керек екенін білмегеннен істей алмай тұрған адам жоқ. Қазақ керегі айтылып жатыр. Айтылар да. Жұртқа керегін білетіндер көп, істейтіндер аз. Білушілеріміз білгенімен қоймай, істеуге кіріссе екен. Білушілеріміз істеуші болса, оларды көріп, өзгелер де істер еді. Сөйтіп, көсендер көбейше, ерушілер де көбейер еді. Біреу жұмыс қылайын десем, тұрған жерім жаман дейді. Енді біреу маңайындағы елім жаман дейді. Бұлардың бәрі де бос сөз, абақтыдан жайсыз орын жоқ. Онда да отырып жұмыс істеуге болады. Расын айтқанда, біздің қазақ балаларының жұрт жұмысын істеу әдетінде жоқ. Көбіміз ондай жұмысқа бөлерлік уақытты карт ойынына жұмсағанымызды қызықтырақ көреміз. Сондықтан ойыншымыз көп, жұмысымыз аз дейді. Сол дәл бүгінгі бізге айтып тұрған сияқты келісесіздер ме? Және де Әлихан Бөкейхан мынандай деп өсиет айтып кеткен. Әр ұрпақ өзіне артылған жүкті жетер жеріне апарып тастағаны дұрыс. Әйтпегенде болашақ ұрпағымызға аса жүк қалдырып кетеміз. Кейінгі ұрпақ бізге не алғыс, не қарғыс беретін алдымызда зор шарттар бар дейді. Мен де ойлаймын, менің де балаларым бар, менің де немерелерім бар. Кейінгі ұрпақ бізге алғыс айта ма, жоқ қарғыс айта ма? Мен қарғыс естігім келмейді. Абай атам айтқандай, қара басымның қамын ғана ойлап, хайуан сияқты өмірде сүргім келмейді. Мен Шәкәрім бабамыз айтқандай, артыма із қалдырып кететін, мәңгілік өлмейтін бақытты жан болғым келеді. Сондықтан осындай шешім қабылдадым. Кезінде мен Мұхтар Әблязов, Ғалымжан Жақияновтар құрған ДВК қозғалысында Алматыда митингте трибунадан сөз сөйлеген едім. Өтініш жасаған. Сол ДВК екіге бөлініп жатқан кезде қазақша сөйлейтін бір адам болмады. Солардың өтінішін жерге тасталмай бардым. Бірақ менің саяси ешқандай амбициям жоқ болатын. Әрине кішкентайымнан мен әдебиетті оқып, тарихты оқып, Махамбеттердің, Ақтанбердінің, Абай мен Мұқағалидың өлеңдерін жаттап бойыма сіңіріп өскеннен кейін мен тырнағыма дейін қазақ болатымын. Қалайда еліме қызмет істесем деп армандайтымын. Бірақ дәл саясатқа барамын деген менің ойым жоқ болатын. Бүгін әрине Мұхтар бауырымыз ана шетелде отырып алып, халықты көтеріліс жасайын деп үндеу салып жатыр. Мен көп жағдайда Мұхтардың ұстанып жүрген жолымен келіспеймін. Ал Ғалымжан досым бүгін саясатта емес. Сондықтан мен өзім қасымда жинаған жас командам бар, Алаш идеясына жүрген, солармен бірігіп халыққа қызмет істесем ба деген шешімге келдім. Әрине мен жүргізіп жатқан бизнес бастау мектебі, психология курстар ары қарай жүре береді. Осы 5 жылдың ішінде мен елім, жерім дейтін 200-ден астам 20-25 жастағы жас жігіттерді, қыздарды тәрбиеледім бүкіл Қазақстанда. Олар бұл тірлікті ары қарай жалғастырады. Енді мен экономиканы терең оқып, Қазақстанның даму жолын зерттеп, елге қызмет істесем деймін. Мен өмір бойы өндірісте жұмыс істегеннен кейін Қазақстанның өндірісін қалай дамытуға болады? Оны бір кісіде білемін. Мен итальянецтермен 4 жыл тығыз жұмыс істедім. Жиһаз фабрикасын жасаған кезде. Италияда фабрикаларында 10 шақты рет болдым. Германияда, Польшада, Ресейде де болдым. Фабрикада істеп жүрген кезде
маған консультант болып Америкадан, Канададан мықты кәсіпкерлер, қаржыгерлер келді. Солар мен де көп әңгімелестім. Гарвардтың, MIT-дің профессорлардың кітаптарын жата жастан оқыдым. Кейін Түркиямен жұмыс істеген кезде түріктермен де өте тығыз жұмыс істедім. Тон цехын жолға қойған кезде. Онда да көп тәжірибе жинадым. Ет комбинатын жолға қойғанда ресейлік кәсіпкерлермен істедім. Одан да көп тәжірибе жинадым. Енді осы жиналған тәжірибемді мен о дүниеге алып кетем бе? Неге осын елдің игілігіне жаратпаса деген ой мені мазалай береді. Ауыл шаруашылығында да біраз жұмыс істедім. Әзірге Құдайға шүкір біздің ұлттық қорымызда ақша бар. Біздің ұлан байтақ жеріміз бар. Асты да, үсті де бай. Енді осыны игеріп шикізат қып қана сатпай, оны ары қарай өңдеп, мысалы, аяқ киім қылып сатып, мақтамызды киім қылып сатып, шетелден мүлде азық-түлік келмейтіндей ел жасауға болады. Мен оның көп жағдайда жолын көріп отырмын. Елімізге белгілі экономистермен әңгімелескен кезде әңгімеміз бір жерден шығады. Әсіресе кейін кезде мына Қанат Оспанов бауырымен, ол макроэкономист, көп жыл экономика саласында жұмыс істеген. Ойымыз бір жерден шығады. Біздің ең басты қателігіміз КСРО құлағаннан кейін бізге қай жолмен жүруді батыстағылар, Америкадағылар үйретті. Қазір ойлаймын, олар қайбір біздің бай болып кеткенімізді қалайды, қайбір бізді дұрыс жолға сілтеді дейсің. Біздің осылай кедей болып, біздің шикізатқа байланып қалған ел болғанымыз оларға әлдеқайда тиімді. Сондықтан бізге олар либеральный экономика, бәрін нарық реттейді деп, бізді малтай алмайтын баланы суға тастаған сияқты бізге тастай салды. Соның кеселінен 30 жылдың ішінде біз айтарлықтай үлкен жетістіктерге жете алмадық. Енді мен ойлаймын, біздің үлгі алатынымыз Жапон, Сингапур, Тайвань және Оңтүстік Корея. Шығыс Азия жолбарыстары деген атақ алды. Бұны осыдан 100 жыл бұрын Әлихандар айтып кеткен. Біз қазақтың тілін, салтын, дәстүрін сақтап, Европаның ғылым мен мәдениетін меңгеріп, Жапония сияқты ел жасауымыз керек деп армандады. Олар өздерінің көп армандарына жетті. Алаш орданы құрды, шекарамызды бекітіп берді. Бірақ солай әлемдегі ұлы елдердің қатарында болсақ деген армандарына жете алмай кетті. Енді соны іске асыратын сіз бен біз. Қазір әрбір қазақ Міржақыптың образына кіріп, Мағжанның образына кіріп, Ахмет пен Әлихандардың образына кіріп, қалғанша жарты жанқан мен сенікі деп жұмыс істейтін болсақ, біздің балаларымыз, біздің немерелеріміз бейбіт, білімді, бай елде өмір сүретін болады. Болмағанда біз егемендігімізден айырылып қалу қаупіміз бар. Өйткені біз тек қана жер асты байлығымен өмір сүріп отырған халыққа айналдық. Бұл ұзаққа созылмайды. Сондықтан енді қимылдамасақ кеш болады деп, мен осындай шешім қабылдадым. Енді құрметті мені көріп жүрген көрермендер, менің айтып жүргенімді оқып жүрген, тыңдап жүрген менің жанашырларым, сіздер осы YouTube каналға қолдайтын болсаңыздар, қолдаймын деп бір ауыз сөз жазыңыздаршы, мен білейін қанша халық қолдайды екен. Өйткені көп халық қолдайтын болса, бұл партияны тіркейді. Егер аз халық қолдайтын болса, ақ болды, көк болды деп тіркемей қою мүмкін. Егер де сіз менің сол партия құрып, депутаттыққа барып, сіздің сөзіңізді сөйлегенді қаласаңыз, өзіңізде қол қойыңыз, содан кейін әрқайсыларыңыз кемінде бір 5 чатта отырасыздар ғой. 100-200 таныстарыңыз бар. Соларға айта жүріңіздер. Партияның атын мен сен деп қояйын деп отырмын. Бұл ат нені білдіреді десеңіз, Абай атамыздың нақыл сөзі бар. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап дейді. Абай атамыз бұны бүкіл қазақ халқына, Қазақстанға айтып отырғандай. Сенбе сен, мына жақтан Америка, Европа, Ресей, Қытай, Араб қанша мақтап, сен кереметсің деп жатса, оған сенбе. Қазақтар, қазақстандықтар, өздеріңе сеніңдер, өздерің ақылдарың мен қайраттарыңа сен деп айтып тұрғандай. Бізге айтып тұр, сондықтан біз өзімізге сенуіміз керек. Екіншісі, маған сеніңіздер деп айтқым келеді. Өйткені мен Қарақалықтың ішінден шыққан, анау Шығыс Қазақстандағы, Үржардағы, оның аржағында Науал деген ауылдан шыққан 15 баланың бірімін, қарапайым отбасында келдім. Менің артында ешқандай олигарх топ жоқ, өкімет жоқ. Имандай шыным осы. Менің артында тұрған халық қане, яғни сен тұрсың.
Үшінші, сен деген нені білдіреді? Бұл сенің партияң болады. Сенің мұңыңды мұңдайтын, сенің жоғыңды жоқтайтын, сенің болашағың үшін жұмыс істейтін партия болады. Сондықтан сен деген партияға мүше болғыңыз келсе, мен сол партияны тіркетіп депутат болсын десеңіз, қолдаңыз. Дауыс жинаңыздар. Әзірге осы YouTube-та және менің Instagram каналымда білейік, қанша халық шынымен Ахметбек Нұрсилаға сенім білдіреді екен. Мен әрине саясаттан кереметтей білімім жоқ, бірақ менің негізгі армандайтыным, менің негізгі тілейтінім елімізде тыныштық болғаны, елімізде ешқандай қақтығыстар болмағаны, елімізде бейбітшілік болғаны, халқымыздың білімге, ғылымға қарай ұмтылғаны, өндіріс орындарының ашылғаны, ауыл шаруашылығының дамығаны. Осыны мен бір кісідей білемін. Енді маған сол депутаттың үйі де керек жоқ, жалақысы да керек жоқ, маған билік те керек жоқ. Маған менің балаларым, менің немерелерім тұратын Қазақстанның көркейгені керек. Барлық қазақтың баспанасы болып, астында көлігі болып, не ішем, не жеймін деген проблемасы болмағаны керек. Егер мен осыған титтейді үлесімді қосалсам, осы жерде босқа өмір сүрмегенім деп ойлаймын. Менің әкем марқұм маңайына, еліне қызмет істеген еді. Атам да сондай болған. Мен солардың ісін жалғастырғым келеді. Құрметті ағайын, қолдауыңызды тосамын, тарата жүріңіз.